Кестемен жұмыс жасау барысында қажет тағы бір функция, ол сөздерді вертикальды бағытта жазу. Ол не деген сөз? Мысалы, мұнда айталық оқушы 9 бен аяқталған. Давайте бір оқушы тағы да қоса салайық. Оқушы 10. Осы 10 оқушы барлығы бір сыныпта оқиды. Ал енді бұдан кейінгі келесі 10 оқушы ол басқа сыныпта оқиды делік. Осы жағдайда сізге әрине қосымша тағы да бір баған ашу керек болады мұнда. Және де сіз бұл жерде барлығын белгілеп, мұндағы кестелердің барлығын біріктіріп, мұнда мысалы сынып А десек болады, сынып А. Әрине осылай жасауға да болады, бірақ өздеріңіз қарап отырғандай, мұнда өте көптеген бос орындар қалып кеткен. Бұл біріншіден әдемі көрінбейді, екіншіден бұл біздің кестеміз үшін тиімсіз болады. Енді осы жерде біз осы сынып А деген сөзді қалай вертикальды түрде жаза аламыз. Оны жасау үшін біз мұндағы сынып А дегенді белгілеп, осы кестенің, яғни макет деген бөлімі шығады. Осы макет деген бөлімге басып, выравнивание аймағындағы направление текста деген батырманы тауып аламыз. Осы батырмаға бір бассақ, мына өздеріңіз көріп отырғандай, сынып А деген төменге бағытталған вертикальды болды. Бірақ енді көп жағдайда бұл теріс бағыт болып кетеді. Бізге төменнен жоғары қарай жазылған, ол оң бағыт болып үйреніп қалған. Сондықтан біз осы батырманы тағы да бір рет бассақ, онда біздің сөзіміз вертикальды, бірақ жоғарыға қарай бағытталған болып өзгереді. Енді біз мұнда сынып А вертикальды түрде тұр. Осы сөзді біз ортасына қарай жақындату үшін мұндағы выравнять посередине функциясын қолданамыз, сол кезде ол ортасына келеді. Енді артық орын алмау үшін мұндағы линиядан ұстап, мышкамен жылжытып, мұнда біз орнатып қойсақ болады. Міне енді өзіңіз көріп отырғандай, сынып А дегеніміз ол артық орын алмайды және осылай әдемі әрі ыңғайлы көрінетін болады. Ал енді тура осылай біз мысалы сынып Б үшін де жасап қойсақ болады. Ол үшін жай ғана кестені ары қарай жалғастырамыз. Міне мұнда 20 оқушы болды. Біз мұндағы оқушылар санын көшіріп, 11-ден бастап орната саламыз және реттік сандарын өзгерте саламыз. Енді 11-ші оқушыдан бастап 20-ші оқушыға дейін бұл сынып Б болсын. Ол үшін қайтадан біз осы жердегі ұяшықтарды белгілеп, олардың барлығын біріктіріп, мұндағы сынып А дегенді көшіріп алып, мұнда орната салуға болады. Бағытын өзгерту үшін қайтадан макет бөліміне кіріп, направление текста 2 рет басып, ортаңғы бағытқа жылжытып, мұндағы сыныптың атын Б сыныбы етіп өзгерте саламыз. Тура осылай сіз енді ары қарай тізімді жалғастыра берсеңіз болады. Келесі тағы да бір пайдалы функция, ол мұндағы бағандардың аты. Бұл қандай жағдайда керек? Мысалы, біздің кестеміз бір ғана бетте тұратын болса, онда бұл функцияны қолданудың аса қажеттілігі жоқ. Ал егер де біздің кестеміз өте ұзын болатын болса, мысалы, мұнда мен қазір жалғастырып көрсетейін. Мұнда міне тізім өте ұзын және ол міндетті түрде екінші бетке өтіп кеткен. Бәлкім ол үшінші бетке өтіп кетуі де мүмкін. Міне 100 оқушы қылайық мысал үшін. Енді қарасаңыз, мұнда біздің бағандарымыздың аты, яғни оқушының аты жөні, физикалық жағдайы, бойы, салмағы, немесе тағы да басқа ақпараттар болатын болса, ол екінші бетке өтпейді. Оны қалай жасауға болады? Ол үшін сіз мұндағы бағандардың атын белгілеп аласыз. Содан соң макет бөліміне кіресіз және данные бөліміндегі повторить строки заголовков. Осы батырманы басасыз. Сол кезде сіздің осы жердегі бүкіл бағаныңыздың аты ол келесі беттерде де тұратын болады. Бірақ та сіз бұл жерде ол бағандарды өзгерте алмайсыз, себебі бұл жерде негізінен ұяшық ештеңе жоқ, ол тек қана бірінші бетте тұрған бағанның аттарын басқа бетке көрсетіп қана тұр. Бірақ нақты ұяшық ол жерде жоқ. Тура солай үшінші бетке барсаңызда, сіздің бағандарыңыздың аты осылай
көрініп тұрады. Бұл сіз үшін өте ыңғайлы болады, себебі мұндағы бағандар не жайлы екенін ұмытып кетпейтін боласыз. Кестеге байланысты туындайтын тағы бір үлкен мәселе ол ұяшықтардың өлшемі. Яғни мына кестеге мұқият қарайтын болсаңыз, мұндағы ұяшықтардың барлығының өлшемі бірдей емес, олар бірыңғай көрініп тұрған жоқ. Бұл әрине бір жағынан ыңғайсыздық туғызса, екінші жағынан әдемі көрінбейді. Бұл мәселені қалай шешеміз? Бұл мәселені шешу үшін ең алдымен біз осындай мәселенің неліктен туындап жатқанын білуіміз керек. Оны тексеру үшін мұндағы абзац бөліміндегі ең соңында тұрған ұяшық, яғни оның негізгі қызметі отобразить все знаки деп мұнда жазылып тұр. Енді осы функцияны қолдану үшін біз бірінші кестені толығымен белгілеп алуымыз керек. Содан кейін отобразить все знаки функциясын қолданамыз. Осыны басқан кезде әр ұяшықтың өлшемі неліктен әртүрлі болып тұрғанын байқауға болады. Мысалы, мынандай белгі тұрса, демек бұл жерде пробел бар деген сөз. Сондықтан біз осы жердегі пробелді алып тастайтын болсақ, онда бұл ұяшығымыз қайтадан жақындайды. Тура осындай мәселе мұндағы ұяшықпен де пайда болып тұр. Осы жердегі екі пробелді алып тастайтын болсақ, онда ұяшық өз орнына келеді. Ал енді мына ұяшыққа келетін болсақ, және 7-ші ұяшық пен 9-ші ұяшыққа келетін болсақ, мұнда ешқандай пробел жоқ. Сондықтан біз бұл жерде пробелді алып тастау арқылы ұяшықтың өлшемін азайта алмаймыз. Әрине, егер де сізде екі ғана ұяшықпен осындай проблема болып тұрса, онда сіз мұндағы ұяшықтың астыңғы линиясынан ұстап, жоғары қарай көтере салсаңыз болады. Яғни осылай ұстаймыз және көтере саламыз. Бірақ та егер сізде өте көптеген ұяшықтарда осындай проблема болса, онда сіз оны автоматты түрде шешетін басқа функцияны қолдануыңыз қажет. Ол үшін сіз мұндағы кестені қайтадан бір белгілеп аласыз. Содан соң мышканың оң жағын басып, свойства таблицы бөліміне кіресіз. Осы ашылған терезеде мұнда строка бөлімі бар. Осы бөлімде қарасаңыз, ең бірінші тұрған высота сөзін көресіз. Осы высота сөзінің қасында осында белгіше қоятын жер бар. Осы жерде міндетті түрде белгішені қоюыңыз керек. Және көресіз, мұнда высота 0 см және режим минимум. Сізге осы реттілік жарайды, яғни мұнда ештеңені өзгертудің қажет жоқ. Егер де мұнда 0 см орнында басқа сан тұрса, онда сіз сәйкесінше оны 0 см-ге келтіруіңіз қажет. Және мұндағы минимум сөзі де осылай қалу керек. Яғни бұл жерде точно деген сөз тұрса, онда оны минимум сөзіне ауыстыру керексіз. Яғни высота 0 см, режим минимум. Осылай тұрса, онда сіз окей батырмасын басасыз. Сол кезде сіздің мұндағы барлық ұяшықтарыңыздың барлығы бірдей биіктікке, яғни бірдей өлшемге келетін болады. Кестемен байланысты туындайтын тағы бір мәселенің бірі ол кестенің орнының өзгеріп кетуі. Көп жағдайда бұл текстің арасында болған кезде сіз оны кішкене төмен жылжытқыңыз келеді, немесе жоғары жылжытқыңыз келеді, оңға, солға, қысқасы осылай өз орнын жоғалтып аласыз. Және оны қайтадан орнына алып келу қиынға соғуы мүмкін. Енді бұл мәселені шешудің де жолдары бар. Ең бірінші әрине, егер мүмкіндігіңіз болса, қайтадан сол төрт бұрышты ұяшықтан ұстап, қайтадан өз орнына алып келуге тырысыңыз. Ал егер де оны қайтадан орнына алып келу мүмкін болмаса, онда сіз мына амалды қолдансаңыз болады. Ол үшін мұндағы кестені белгілейсіз. Содан соң қайтадан свойства таблицы бөліміне барасыз. Бұл жерде выравнивание слева бөлімін таңдайсыз, ал осының астындағы обтекание аймағында сіз нет бөліміне басасыз. Осы екі баптауды жасағаннан кейін сіз мұндағы окей батырмасын басасыз. Сол кезде сіздің кестеңіз автомат түрде өз орнына келеді. Ал егер де мұндағы текст алдында тұру керек болатын болса, онда сіз мына тексттің ең бірінші ұяшығын алдына курсорды алып келіп, сол жерге Enter батырмасын басасыз. Сол кезде курсор бір қатарға жоғары жылжиды. Енді мұндағы текстті жай ғана көшіріп, осы кестенің алдына орналастырасыз.